Біздер қазір болашағы зор деген шаруа қожалыққа тұрмыз. Бұл жерде міне Мақсат бауырымыздың шаруа қожалығы бар. Гисарский қойларды өсіреді екен. Әке? Қош келдіңіздер. Алла разы болсын. Ана тұрған не? Біздің қоймамыз малымызға керекті шөп, жем, балық нәрсені осы қоймада ұстаймыз. Қазіргі уақытта мынау жем шөптің бәрін дайындап жатырық. 8000 заказ бердік, 7000 жинап қойдық. Именно престің өзін. Мынау жем шөбін қазір орылғандай осы жаққа алып келіп жатыр. Енді сұрақ. Осы престің барлығын сіз сырттан сатып алатын болып тұрсыз ба? Бір 30 гектар жеріміз бар. Сол жерден қандай нәпақа шығады, соны аламыз. Қалған жетпегеннің бәрін сол шаруашылықтарды орып жатқан жерлердің бәрімен келісім шартқа тұрып, алдын ала ақшасын беретін жерлер болады, нақты ақшамен сатып алатын жерлер болады. Олардан бәрін алып жатыр. Орталама бір престің бағасы қанша тұрады? Жаздың ортасында шөптің өзін 750 теңгеден алдық. Қазіргі таңда мынау жантақтарды орып жатыр. Жантақ бізге өте керек, өйткені біздің мынау қойларымыз жантақты майдалап тұрып, ұзын, сеуіп тұрып, емін қосып беретін болса жақсы. Сол себептен жантақты біз көп жинаймыз. Жантақтан біз қазіргі таңда 850 теңгеден алып келіп беріп жатыр. Қыста осылардың бағасы 1300 мен 1500-ның арасы болады. Жоңышқа аласыздар ма? Жоңышқа керек. Жоңышқа мен әлі заказ берген жоқпын, бірақ оның бағасы ол 1200-ның ара жақ бер жағы болып жатыр дейді. Енді мен қазір малдың жағдайына қараймын. Егер де керек етіп тұрса, амал жоқ, оны көп қоспаймын. Өйткені жоңышқа өте қымбат нәрсе.